Барлығына сәлем. Біз Грузин мемлекетінің астанасы Тбилиси қаласына келіп жатырмыз. Алдағы влог осы қала, осы мемлекет туралы болмақ. Соңғы жылдары елімізде туризм қарқын алып келеді. Қазақтардың жиі шетелге шыға бастағаны қатты қуантады. Біздікілер жиі баратын Түркия, араб әмірліктері қатарына Грузин елі де қосылды. Себебі бұл мемлекеттің беретіні алдыңғы екеуінен кем емес. Бағалары арзан, теңіз, тәтті тағам, тарихы терең көне қала және тамаша табиғаты бар. Грузия еліне сапарды Ақтөбе қаласынан бастадық. Ақтөбе Тбилиси бағытындағы бір жақты билет бір адамға 55 мың теңгені құрады. Мына бір кішкентай ұшақпен 2 сағат дегенде 1500 жылдық тарихы бар Тбилиси қаласының Шота Руставели атындағы халықаралық әуежайынан бір-ақ шығасыз. Мені кедендік бақылаудан өткізді да, Жанболатты өткізбей қойды. Сұрақтары қанша ақша алып келе жатсын, ал Жанболаттың қолында ақша жоқ, сол себепті қазір ұстап қалды. Жүре берсең, көре бересің. Қанша шетелде болып жүрміз, бірақ брондалған қонақ үйді, қайтатын билетті және қолма-қол қанша ақша алып келе жатқаның туралы сұрақтар астына бірінші рет алынуым. Бұндайда әр елдің салты басқа, еттер қарағасқа деймін, әйтеуір 15 минуттық тергеуден кейін бізді жіберді. Әрімен қарай қалаға жету үшін қоғамдық көлікке отыруға бет алдық. Автобус тарифтері әртүрлі. 24 сағатқа 3 лари тұратын карточка аштырып, қонақ үйге жол жүрдік. Грузия еліне бірінші рет келіп жатсаңыз, тілдік кедергілерге тап болуыңыз мүмкін. Грузия совет үкіметінің құрамында болғанымен, қазіргі уақытта орыс тілінен алшақтауда. Сондықтан көше бойындағы ілінген жарнамалар, хабарландырулар грузин және ағылшын тілдерінде. Тіпті көшеде кездескен жастар орыс тілін түсінбейді. Ел астанасы Тбилиси аңыз бойынша 5 ғасырдан бастап бар. Бірінші вахтанг аң аулап жүріп атып түсірген қырғауылы ыстық бұлақ үстіне түсіп, қайнап піскен көрінеді. Бұл жағдайға таңғалған патша осы жерде қала тігуді бұйырған. Ескі атауы Тифлис, грузин тілінен аударғанда Тбили деген жылы деген мағынаны білдіреді. Алтын Орда хандығы Грузин жерінде 100 жыл билік құрып, осы уақытта 100 мыңға жуық адамды ислам дінін қабылдамаған үшін қырып салған. Сондықтан келіп жатсаңыз, халықтың 95% христиан дінін ұстанатынын біле жүріңіз. Тбилиси мен Грузин халықтары туралы арнайы үлкен бір шығарылым жасауға болады. Әзірге біздің Грузия еліндегі саяхатымыз одан әрімен қарай жалғасады. Шығыстан батысқа небәрі 540 км ғана шекарасы бар. Грузин мемлекетінің табиғаты әсем. Батыс шекарасында Қара теңізбен шектесетін Батуми қаласы орналасқан. Тбилисиден Батумиге әуе жолынан бөлек өзіндік стилі бар 2 қабатты жүрдек пойыздар қатынайды. Пойыз бағасы 7000 теңгеден басталады. Ал біздің келесі сапарымыз Грузин мемлекетіндегі, пожалуй, ең әдемі жерге бағыт алды. Грузин елінде орналасқан каньондарға саяхаттап бара жатырмыз. Қазір көлік күтіп отырмыз. Көлік демекші, грузиялықтардың басым көпшілігі шетелдік маркаларда қозғалады. Орыстың каритасын тіпті кездестірмейсіз. Такси шақырсаңыз 99% ықтималдылықпен сізге гибридті Toyota Prius келеді. Грузияда мұнай өндірісі жоқ. Көршілес Әзербайжан елінен жанармай сатылады. Сол үшін де жанармай бағасы 4 лари тұрады. Ал біздің каньондарға сапарымыз Прометей үңгірінен басталды. Прометей үңгірі Грузия еліндегі ең үлкені. Жалпы ұзындығы 11 километрге жететін үңгірдің 1,5 ғана километрі туристерге арналған. Прометей үңгірін 19 ғасырдың аяғында тауыпты, бірақ туристерге өзінің есігін 2000 жылдар ашқан. Алғашында Кумистави деп аталған үңгірді сол кездегі ел президенті Саакашвили Прометей деп ауыстырса керек. Бастан аяғына дейін 1 сағатқа созылатын экскурсияда жерасты өзенін, жарғанаттар ұясы мен жарық шамдар шоуына куә боласыз. Бұл жерге кіру құны 17 лариді құрайды. Ал біздің келесі нүкте бір байқағаным, елдегі көлік жолдарының сапасы өте жақсы. Бір локациядан екіншісі небәрі жарты сағат уақыт кетеді, бірақ уақыттың қалай өткенін мына тамаша көріністен білмей қаласыз. Сөйтіп 17 ларимізді Грузин елдегі туризмнің дамуына деп төлеп, локацияға де жеттік. Ожидание к каньону
шарындағыдай болған, бірақ ондай емес. Окация шатқалының қасында кепкен жеміс-жидектер фабрикасына соқтық. Бұнда грузиндіктердің ұлттық тәтті тағамдарының жасалу технологияларымен таныса аласыздар. Өз қолыңызбен чурчхела жасап, оны сатып алуға да болады. Значит, здесь у нас виноградный сок, да, с утра ее кипятим, а потом добавляем муку, кукурузная, пшеничная, не имеет значения, на вкусовые качества она не влияет, просто нельзя только крахмал добавлять, да. Вот это вот заготовочка, это женщины собирают вручную, нитками, иголками. Вот видите, она узелком сделана специально, чтобы ее держать. Вот, ложим, вот видите, она не тонет, и ее надо немножко топить. Ну, хорошо, утопили, дорожку дадим и поднимаем потихонечку, красиво. Вот так вот, чтобы она получилась. Тау халқы білсеңіздер ұзақ өмір сүреді. Елдегі ер азаматтардың орташа өмір сүру жасы 77. Ағам ұзақ ғұмыр кешудің бір құпиясын айтты. Қант қосылған тағамдардан мүлдем бас тарту. Ал біз әрмен қарай бір шөлмек коламызды ішіп келесі нүктеге жол тарттық. Ал біз Грузия еліндегі ең әдемі локациялардың бірі Мартвели деген каньонға келдік. Бұл осы біздің соңғы табиғаттағы саяхаттағы соңғы нүктеміз. Сол көрейік. Осындай нотада Грузия туралы шығарылымды аяқтаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шыққаныңа үлкен рахмет. Қорытындылай келе бізге бұл ел өте қатты ұнады. Көре алмай қалған Кахетия, Сванетия жерлері бар. Ал бұл дегеніңіз қайтып келуге үлкен бір себеп. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, саяхаттаңыздар.